Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше, жұмсақ болып шығатын медовый тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, ұн, бал, қопсытқыш, ас содасы, сары май, крем, сгущенка керек болады. Ең алдымен балымызды ыдысымызға салып аламыз. Сары майымызды салып, қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып қоямыз. Содан соң ас содасын салып араластырамыз. Құрғақ массамыздың үстіне қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне зекерімізді салып ерігенше араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып болдық. Енді суып тұрған балымызды құямыз. Барлығын біркелкі араластырып болдық. Енді құрғақ массамызды қосамыз. Қамырымыз қолымызға жабысып қоймау үшін қолымызды майлаймыз. Пергамент қағазымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, пергаментті айналдыра отыра қамырымызды жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Барлығын жайып алдық. Оны қысып тұрған пеште пісіріп аламыз. Содан соң дөңгелек ыдыс алып, жан жағын кесіп аламыз. Коржықтарымыз өте ерекше, жұмсақ болып шықты. Енді кремімізді дайындаймыз. Кремімізді 2 есе ұлғайғанша араластырып аламыз. Содан соң үстіне қойылған сүтімізді саламыз. Кремімізді жағып, жинақтап шығамыз. Қалған коржықтарымызды қолмен немесе блендердің көмегімен өтіп алып, үстіне сеуіп шығамыз. Біздің медовый тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.